Армысыздар мына көрермендер және тыңдап отқан адамдар, жандар. Әңгімеміз жарасып, сіздерге ұнап жатса, лайк баса отырыңыздар. Қолдап отқандарыңызға рахмет, алдын ала айтып кетейін. Ал ендеше мына әңгімемізді бастайтын болсақ, мына Арман деген жігіт, мынау жалпы айтқан кезде осы Қазақстанның бір ауылдық жерінен шыққан бір қарапайым қазақ жігіт, мектепті бітіре салысымен жасы 17-ге толып Алматыға оқуға түсуге келеді ғой. Бұл бір сол 2010 жылдары болған оқиға. Алматыға оқу бітіргеннен кейін Алматыға келіп оқуға түсейін десе, оқуға түсе алмай, мектепте жинаған балдары да аз болды, яғни тесттен тапсырған кезде балдары да жиналған балы аз болып, оқуға түсе алмай, колледжге сұрайды ғой бұны. Яғни колледжге ғана татитын болады балы. Сөйтіп бұл бала колледжге тапсырады. Группаластарымен, достарымен сөйтіп жүреді, ары-бері жүріп. Енді ана колледж кішкене андай сварщиктің, тағы трактористтің колледжі болғанда жаңағыдай қатты колледж емес, мықты. Қарапайым бір колледж болатын, Шарага деген сияқты. Көбіміз Шарага деп айтатын ғой. Сол жерде оқып жүреді бұл. Сөйтсе бір күні бір группаласы келіп, Шарагадан шығам, мына 9-шы сыныптан келген балдармен бірге оқығанымыз жарамас деп, жаңағы Арманды қайрайды ғой. Сөйтсе, онда не істейміз? Бір жұмыс істейміз дейді. Жұмыс істегенде қалай? Бір жерде бір стройка бар, Алматының стройкасы. Сол жерге барсақ, айына бір мықтап жалақы береді екен. Жалақы 100 мың теңге дейді. 100 мың теңге өзі объемға төлейді дейді. Шамамен жақсы жұмыс істесең, бас жұмыс істесең 100 мың теңге екен дейді. Ой, мынау керемет қой. Ол кезде ана 2010 кезде 100 мың теңге жалақының өзі керемет жалақылардың бірі стройкада. Жаңағы Арманның қайрап жүрген досының аты ол Сағым болады. Сөйтіп Арман мен Сағым, ол екеуі де 17 жастағы, 18 жастағы бала, Сағым 18 жаста, Арман 17 жаста. Сөйтіп жаңағы жұмыс колледждің кезінде жұмысқа кірісіп, колледжге бармай қояды. Өздеріңіз білесіздер, жаңағындай колледждер қатал болып келеді. Сөйтіп бұларды декабрь айында жұмыстан шығарып, жаңағы оқудан, колледжден шығарып жүреді. Не сандаларын білмей, оқудан шыққан, үйіне айтуға қорқып. Сөйтіп те бұлар стройкада жүрген бір ағаларын кездесіп қалды, жасы бір 35-ке келген, семьясы бар. Сөйтсе олар жаңағыдай Америкаға грин карта ұтып алыпты. Грин карта деген жыл сайын ойнататын американецтардың бір несі, Америка елінің әрбір елдерге ұсынатын лотереясы. Кім грин картаны ұтып алса, жаңағыдай Американың жаңағыдай азаматтығына жақындайды, яғни сол жерде жүре алады деген сияқты, визасыз Америкада еркін жүре алады деген былай логоты американецтардың. Сөйтіп оны естіген сол жағы үлкен жағы 35 жастағы ағаларын көріп, Америкаға кетіп жатқан собеседование өтіп, Америкаға көшіп бара жатыр екен. Сөйтіп Сағым мен Арман барып, аға қайда бара жатсыз? Америкаға бару мүмкін бе? Байдың баласы болу керек емес пе? Сол жерде жаңағы ағалары 35 жастағы. Бұлар екеуіне нені айтады ғой, жаңағы ақылдарын айтады. Жастарың қаншада? Арман мен Сағым от болып тұрған балдар стройкада жұмыс істейді. Кәдімгідей шыныққан денелері. Бізде жасымыз сол. Сағым айтады 18 жаста, Арман айтады 17 жаста. Сендер шетелге бармайсыңдар ма дейді. Сосын Арман ауылдан келген не түсінсін? Қой, шетелге бару мүмкін бе? Байдың баласы болсаң ғана бара аласың, тем более Америкаға дейді. Жоқ, сендер стройкада жұмыс істеп жүрсіңдер ма дейді. Онда билетке ақша табыңдар, кішкене бір жатып тұрғанға бір ақша болсын, ары қарай ілтесіп сол Америкаға барыңдар дейді. Мен сендерде жас болсам давно кетіп қалар едім дейді. Кезінде сол білмеппіз деп қойып, жаңа үлкен ағалары 35 жастағы. Оның семьясы бар, әжептәуір, бала шағасы бар дегендей. Сол міне жақында осы апта кететін болдым, бәрінен өтіп қойдым, собеседование өтіп қойдым деп, ана екеуін қыздар, ой, ол жақ деген енді керемет дейді. Анау мынау. Енді ана Арман мен Сағымның аузы ашылып ағаларына қарап, екеуі шешім қабылдайды. Қанша ақша бар дейді бір-біріне. Стройкадан жинаған ақшалары бар әйтеуір 150-200 мың теңге. Сосын айтады, қой, бізде Америкаға барайық, кинодан көрдік, керемет жер, анау мынау дейді. Сөйтіп 3-4 ай жұмыс істейді бұлар, оқуда қалған. Екеуі де әке-шешесіне айтады, осылай оқудан шығып кеттік, ақша болмағандықтан жағдай қиындап, ол әке-шешесінің айтқан сөзін, ұрыстарын естіп, енді Америкаға барамыз дегенді айтса, одан сайын ұрысатынын біліп айтпай жүреді бұлар. Сөйтіп бұлар стройкада жұмыс істеп, екеуі 500 мың теңгеден жинап, көктемге таман сол Американың студент визасына тапсырып көреді бұлар. Не істейді? Студент визаға тапсырады, собеседование өтеді, жан-жақты дайындалады, ақшаларын төлейді. Әйтеуір бір визаны алып, бұлар жазға таман бір сентябрьде басталатын жаңағы учебный виза дейді, соған алып Америкаға ұшады. Ой, басында барған кезде, Нью-Йоркқа барған кезде керемет, енді бұндай қаланы көрмеген, түнде жарық, күндіз жарық, ұйықтамайтын қала, адамдар шұбырып, ары жүріп, бері жүріп, неше түрлі қыздар, әйелдер, енді әртүрлі адамдар бар екен. Мұндай көрмеген қасқалар, ой, көздері ашылып, жаңа Арман мен Сағымыз сөйтіп, жап-жас балдар білгенін істейді. Ой, тек ағылшын тілдерін білмейді, әйтеуір үйтіп, грузчиктің жұмысын тауып, сол жерде бір қазақтарды тауып, әйтеуір оларға да әрең көмектесіп, сол жерде бір грузчик болып жаңағындай неге кіреді, үйлердің заттарын, жүктерін тасып береді, ары тасиды, бері тасиды. Сөйтіп күніге бір біраз аулақ сол ақша тауып жайлап көтеріп бастайды. Бұлар негізінде жаңағы студент болған деп келген адамдар. Оған дейін кішкене жұмыстарын жасап, сөйтіп бұлар оқуға бармай қойып, кейін оқуға ақшасын төлей алмай қалдым деп айтамыз деп, оқудан әбден балалар бармай қояды. Себебі жұмыс істегесін басында бір 2 аптадай оқуға барады.
сол жерде жүрген бір қазақ кісілер айтады, ақшаларың жоқ болса оқи алмайсыңдар, одан да жақсы жұмыс істеңдер, визаларың сол қалпында қалып ары қарай өзгеріңдер дейді. Ол кезде 2010-ның кезінде ондай қатты қарал емес визалар қазіргідегідей бәрін анықтап отыратын. Сөйтіп бұлар өзгертіп жаңағыдай визасын өзгертеді, кәдімгі студент боламыз деп, немесе жаңағыдай тур визаға тапсырып, әйтеуір бір нәрсе қылып визасын өзгертіп. Сөйтіп бұлар не істейді? Бір күні бір қазақтың үйіне шақырады, қазақ жігіт 25 жастағы. Үйдің жүгін көтеріп келіп, тек мына өзіміздің қазақтарға жұмыс болсын деп. Сөйтіп бұл екеуін неге шақырады? Бұлар Лос-Анджелеске барады жұмысқа. Грузчик болып. Нью-Йорктан Лос-Анджелес жылы жер, әлі пальма көрмеген қасқалар жаңағындай. Сөйтіп Лос-Анджелестегі жұмыс істеп жүрген кезде Лос-Анджелесте бір жігітті кездестіріп қалады, қазақ баланы. Жұмысқа шақырады, звондайды, ағылшынша сөйлейді. Анау бір нәрсе. Мына үйде жүк таситын нелер бар еді деп командамен келіп жүкті тасыңдар дейді. Сөйтсе келсе, жаңағы қарап отырған қазақ жігіт екен 25 жастағы. Бір өзі тұрады, керемет үй мынау, мықты. Түріне қарасаң түрі бір испандық жігіттер сияқты, кинодағы актерлар сияқты. Ой, Арман мен Сағым кәдімгідей, аға көке қазақ екенсіз, мынау деп үйінде тұрған Қазақстанның туларын көріп, жаңағыдай сол елін көріп, жерін көріп қойған енді. Сөйтіп қазақ екенін біліп, жаңағы, аға көке, бұл не болып қалды? Қалай келдіңіз? Мынау сіздің үйіңде, иә, менің үйім. Аға көке, бұлай қалай көтердіңіз? Программистсіз ба, ғарышкерсіз ба деп мазақ қылып енді қалжыңдасып қояды енді. Сөйтсе енді, аға көке дейтінде мен сенден бір 4-5 жас жүргенмін деп, жаңағы үсті басы татуировка салынған ба, өтірік татуировка ма, шын татуировка ма, әйтеуір белгісіз, шашы өрілген, түрі бір жаңағыдай бір испанец ба, бір біреулердің түрлеріне ұқсайды. Жалпы айтқанда таза американдық. Ағылшынша сөйлегенде кәдімгідей акцентсіз сөйлейді. Сөйтіп таныса келе, аты Жәнібек екен, атын Джони деп өзгертіп алған. Білмеймін енді қалай өзгерткен, Джони деп ата бірақ деп айтты дейді. Сөйтіп Джони аға деп Арман мен Сағым болған. Сосын аға дегенді қойыңдар, Джони деп айтыңдар дейді. Сөйтіп жемен жүктерін тасып болғаннан кейін Сағым айтады, Сағым енді қу ғой андай. Біреулерді пайдаланғыш. Мына Арман болса бір аңғал. Сағым келіп Арманға айтады. Арман дейді, мынаны пайдаланайық та бір. Нөмірін алып қалайық. Ертең басымызға бір қайғылар келіп қалса, жетіспеушілік болып жатса, көмек етеді. Неде болса да әйтеуір түсінеді, тілімізді түсінетін адам ғой. Көмектесіп жіберер деп. Сөйтіп жұмыс біткеннен кейін жаңағы Джониді айналшықтап, Жаке дейін бе, Джони дейін бе деп екеуі айналшықтап кетпей жүреді. Сосын айтады, осылай бір нөмір алмасақ, бір көмектер керек болса, енді әрине көріп тұрмын үйіңіз жақсы жайғасыпсыз, Америкаға келгеніңізге біраз болды ма деген сияқты әңгімелер жіберіп, сөйтсе ол да 18 жасында келген екен осында. Сөйтіп уақыттар өте келе осындай дәрежеге жетті. Енді кішкене нөмірін алғаннан қуанып, бұлар қайтып үйіне кетіп қалады. Сөйтіп Сағым мен Арман үйде жатып ойланады. Қалай осы Жәкең сияқты болсақ, жаңағы Жони сияқты қалай көтерілсек болады деп. Бір күні Арман Жониге хабарласады енді. Джони, Жәке дейді, енді қазақпыз ғой деп айтып отырмын. Енді былай қалай болады енді, бір көмегің тисе, біз де сіз сияқты болсақ, бір хотя бы сіз сияқты болмаса да бір жартысына жетсек деген сияқты бір талаптар болса, енді талап қоя алмаймыз әрине. Бір көмегіңіз мындай жол сілтеп жесеңіз дейді енді. Ана үйді көріп, машинасын көріп, жаңағы спорткар дейді ғой, екі есікті, Мустанг. Соны көріп қызық кеткен ғой бұлар. Сөйтсе бұл айтады, әй жігіттер, ол жұмыс қиын жұмыс, істей алмайсыңдар енді, маған қайтып звондамаңдар дейді. Бір ыңғайсыз болып қалды деп Сағымға тиіседі, сен де бір сондай сөздерді айтып, көмектеспейтін белгілі болды ғой деп. Енді Сағым ғой деген Арманға, сен звондап көрші Жониға, осындай бір көмегі тиіп қалар, бір енді дұрыс қой енді. Балдар қайдан білсін, жас балдар. Сөйтіп бір құрсыншы деп грузчигімізбен айналысып, жаңағы мувингпен жүре берейік деп, мувинг деген жаңағы грузчикпен айналысатын. Сонымен жүре берейік деп тиын-тебенге жұмыс істеп, тиын-тебен болған енді біраз ақша енді ол жерде. Сөйтіп жұмыс істеп жүреді. Сөйтсе тағы да бір клиент хабарласады. Бұл бір әйел болып шығады бұл десек. Жаңағы ағылшынша сөйлеген, желді американдық па әйтеуір белгісіз. Қара әйел екен. Соның үйіне барады, жаңағы соның үйіне барып заттарын тасып отқан кезде үйінен жаңағы кездейсоқ Джони шығып қалады, жаңағы әйелдің үйінен. Сосын аң-таң бұлар Джони басында қашқалақтап кетіп қалғысы келіп, сөйлескісі келмей, әйтеуір қаша алмай ұстап. Сөйтіп кішкене әңгіме болып арада жаңағы қара әйелге білдіртпей Джонидан келіп сұрайды. Сөйтсе қара әйел негізі жасы үлкен әйел екен. Өзінен Джонидан біраз жасы 40-тан асқан ба, сол 40 пен 50-дің арасындағы әйел енді. Сондай әйел екен жастағы. Сөйтсе жаңағы Джони соның көңілдесі болып жүр ме, әйтеуір соның үйінде жүр екен. Сөйтсе Джони айтады, осындай болып қалды енді жігіттер, бір түсініспеушілік болып енді не болып жүрмесін, елге жайып жүрмеңдер енді деп. Ренжімеңдер енді, мен айтайын шынымды, бірақ шартым сол, сен елге жаймасын деп айтты дейді. Сөйтіп айт ойбай, бізде сол жолмен жүрейік деген кезде айтады, Джони айтады, құрсын бұл жолмен жүрме, кірсең шыға алмайсың дейді. Ол не жол? Түсініксіз сол. Бұл сөйтсе Джониіміз жаңағы ақшаға әйелдермен кездеседі екен. Себебі жаңағы денесін шығарып алған, бойы да ұзын, кәдімгі латинос сияқты бір қазақ екен. Қатты да азиатта емес. Сосын ана Сағым Шустери білесіңдер, Сағым тұрып алып, маған бәрібір, мен жұмысымды істесем болды, көп ақша тапсам болды деп жаңағыдай кірісіп кетеді әңгімеге. Шустери жылын қосады. Құрсын ондай нәрсеге айналыспа, шыға алмай қаласың деп. Сөйтсе бұлар жаңағы қатты қызығып Джониді айналшықтап, бірақ Арман ішінен қой деп ішіне, бірақ Сағым оны дес бермей алып кете береді сөзден қайта. Бізге де үйрет, қанша ақша табасың деп. Шынын айтқанда екеуі де бір қызға барып көрмеген, қызды түсінбейтін дегендей жаңағыдай
балдар қызды десе қызға барғысы келеді, бірақ бір ыңғайсыз. Сөйтсе енді ана Джонни айтады, енді айтуға ыңғайсыз болып тұр, енді бұл Америка ғой, бәрін ашық айтады, бұнда ұят деген нәрсе жоқ, саймандарыңа байланысты дейді. Саймандарың кішкене ұзындау болса дейді, және денелерін шығарып, былай айтқанда приятный болсаңдар жұмыс болады дейді. Бірақ мені кінәламаңдар потом дейді. Ақшаны ойламай табасыңдар дейді. Күніге $2000, $1000 тіпті жалпы кете береді дейді. Былай айтқанда біраз ақша. Өзіңнің, яғни саған сені қалай бағалайды, солай ақша табасың дейді. Ой, мынау керемет. Енді айтуға да ыңғайсыз. Сағымдық енді кішкентай болып шығады сөйтіп, жаңағы Сайманы. Сөйтіп Сағымға айтады, сен де өзіңнің анкетаңды толтырып қойып қоя бер дейді. Бірақ алдама дейді, Сайманның неше сантиметр анау мынау деп, енді еркектер болғаннан кейін сөйлесе береді ғой. Ай, сөйт, жарайды дейді. Сөйтеді де, онда не істейсіңдер деген кезде бірінші шаштарыңды алдыртып спортқа барыңдар дейді. Правильный питание тамақ жеп, дене шығарып кәдімгідей барлығын жасап алыңдар дейді. 2 айда енді дене шыға қоймас дегенде, бірақ сол 2 айдың ішінде жақсылап еңбек етіп, екеуі кәдімгідей уақыттарын бөліп, өздеріңіз білесіздер, Америкада барлық нәрсе қолжетімді, жұмыста уақытта барлығына уақыт табылады. Сөйтіп екеуі арасында спортпен айналысып керемет жаңағыдай. Енді жас балдар болғаннан кейін тез дене шыға қояды. Өздері де бұрыннан качок балдар дегендей. Сөйтіп екеуі кәдімгідей кішкене бойлары да ұзын жігіттер, 1.85, сондай 1.80. Сөйтіп екеуінің де түрі келіскен. Сөйтсе бұлар енді 2 айдан кейін келіп, 2 айдың арасында келіп, жаңа Джонниға айтып, Джонни енді мына сайтқа тіркеліп, анкетаңды толтырыңдар. Бойым мынандай, түрім мынандай, сайманым мынандай сантиметр, ананы істеймін деп барлығын жаздырады енді ана жерде. Барлық затты жасайын деп жазыңдар дейді. Сөйтіп телефон нөміріңді жазып, не дейді жаңа, не қылып қойыңдар дейді, қоңырауды күтіңдер дейді. Сөйтіп бұлар ондайды көрмеген қасқалар салып, сайтқа салады. Содан кейін 3-4 сағаттан кейін бірінші Арманға қоңырау келеді. Осындай, Лос-Анджелесте, LA, анау мынау, осындай келіңіз, сөйлесеміз деп. Сөйтсе енді ол жақта ондай қатты заңсыз емес, енді ол жақта заңмен барлығы кәдімгідей, ешқандай заңға қайшы емес, біздің елдегідей. Ол жақта сол заңға қайшы емес. Ой, басында рахат. Сөйтсе жаңағы Сәлім, Сағым, кешіріңіздер, Сағым қуанып, ой, мынандай жұмыстар керемет болды, бірақ Сағымға көп адам звондамайды. Бастапқы 2 күн бойы звондамайды, себебі оның Сайманы кішкентайлау болады да, Арманның несі Сайман ұзындау болады. Сөйтіп уақыттары өтіп жаңағы звондайды енді келіп. Біріншісіне барады, сөйтсе сары шашты әйел екен, әдемі, жасы 40-тан асқан. Сөйтіп жаңағы Арман ондайды көрмеген, ананы істеймін, мынаны істеймін деп бәрін істеймін деп жазып қойған. Сөйтіп үйіне шақырады, бір кезде қонақ үйге шақырады жаңағыдай. Сөйтіп бұны бірінші рет үйіне шақырған кезінде, қосылатын кезде жаңағыдай еш нәрсені істей алмайды анау. Кәдімгідей біраз ақша беремін деп қойған енді ана $1000. Түсінбейді ол. Не істеу керек деген. Сосын айтады, сен профессионалсың ба дейді. Ой, жоқ дейді. Шынын айтайын дейді. Мынау сол жерде Арман өзінің мойнына алады енді. Бірінші рет қосайын жатқанын. Сөйтсе қорқып тұрады, ана әйел ұрсып жібере ма, сен профессионалмын деп айтып едің ғой деп. Енді жаңа анкетаға толтырған ғой профессионалмын деп. Ой деп ана әйел одан сайын қуанып, как раз маған осындайлар керек. Алдап тұрған жоқсың ба, өтірік істеп тұрған жоқсың ба? Жоқ, мен бірінші рет қосайын. Онда мен сенің бірінші әйелің боламын, есіңде қаламын сенің деп. Сөйтіп екеуі ана жерде әйел үйретіп анаған. Анау қосылып біртүрлі болып, алғашқысына қосылғаннан кейін жақсы үлкен әйел болғасын ба түсінбей қиналып, сөйтіп ақшасын алып үйіне келсе, Сағым жаңа күтіп отыр. Қалай болды деп. Сағымға ешкім звондамаған. Енді Арманға тағы бір звондап тұр сөйтіп. Үйіне келсе, қашан босайсың, қашан келесің, қонақ үй жаққа келіп әлен деп. Арманның қорқыңқырап тұр енді, барайын десе. Тағы да сондай бір бәле бола ма деп. Сөйтіп жаңағы Сағым айтады, барсайшы, көп жұмыс істемейсің, енді тек сондай әйелдерді итеріп ақша табасың, рахаттанасың, ақша түседі, рахаттанасың, бұнда енді сенің арманың ғой деп. Сөйтеді де бұл құрсын дейді. Жаңағы звонокқа екіншісіне барады. Рас бастадым енді көрейін деп. Сөйтсе ол жаңағы гостиница, яғни қонақ үйдегі әйел 45 жастағы бір әйел екен, енді ана қара әйел. Сондай бір фигурасы да баршылық енді үлкен. Жан-жақты дәу өзі ірі. Сөйтіп жаңағы әйелге барып Арман тағы да сөйтіп жаңағыдай 1-2 рет жасайтын кәдімгідей бір әйтеуір білгіш ұқсап. Ол да айтады, сен қолынан ешнәрсе келмейтін бала екенсің. Жаңадан бастап жүрсің ба дейді. Ол да айтады, қорқып айта салады ол да. Мен ең бірінші деп жаңағыдай ұрыспайтын шығар деп. Сөйтсе жаңағы қара әйел бұны қуып жібереді. Сен керек жоқсың, сен алдап қойдың, мен профессионалмын деп едің деп. Сөйтіп үйіне көңіл күйсіз жаңағы Сағымның қасына. Сағым да келіп күліп сұрайды, не болды? Сағымға ешкім хабарласпайды дегендей. Сөйтіп не істейді? Бірақ жаңағы қара әйел ақшасын беріп жіберіпті ол. Сөйтіп $2000 ие болып отыр. Жарты айда табатын ақшасы грузчиктен. Сөйтіп сосын айтады жаңағы Арман, қой құрсын Қазақстанға қайтайын, немесе мұнда қалып жақсы бір оқу оқиын. Әйтеуір грузчиктің жұмысы болса да болады, жетеді, оқуымызға да әйтеуір үйтіп Америка ғой, мұнда мүмкіндіктері бар екен, бұның бәлесі құрсын деп жаңағы ең соңында жаңа бәлені бармайтын болып, грузчиктің жұмыс істеп, сол жылы оқу оқып, яғни оқуға түсіп, жақсы бір программист мамандығын үйреніп, қазіргі күнде сол Америкада қалып, Қазақстанға келіп үйреніп, сол 3-4 жылдан кейін қайттан кетіп, сол жақта жұмыс істеп жатыр екен. Арман сөйтіп жаңағы
семьялы болып, бала шаға болып, ондай жаман әдеттерден арылып, қарапайым Қазақстанда қазақ қызын алып үйленіп, сосын сол Алматыға келіп, қайтадан үйленіп, қайтадан Америкаға кеткен жайы бар екен. Ал Сағым болса да, жаңағы Сағым деген жігіт, Сәлім дей беремін. Сағым деген жігіт сол 2 жылдан кейін Қазақстанға қайтып, ол да сол үйленіп, жақсы семья болып Қазақстанда ол тұрып жатыр. Әлгі ана 25 жастағы жігіт сонымен сол кеткеннен мол кетті, хабарсыз кеткен. Ол туралы ешкім ешнәрсе білмеді. Енді мынау сол оқиғалардың бір болған жағдайы. Енді не дейміз, енді мына жаман әдістерден шетелге барған кезде мына адамдарды ешкім әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ, үй алатын көрші жоқ дегендей ешкімі жоқ, білгенін істеп, мына ұл-қыздарымыз білгендерін істеп кетіп жатқандар да бар. Енді сондай жаман әдеттерге кіріп кетпей, жасы бір жастықтан істейді ғой оның бәрін. Сондай жаман нәрсеге жастықта бармай, уақытында бір үйленіп, жақсы семья болып кетсе, міне ол елімізге де ұлтымызға да бір үлкен нәрсе. Сол үшін де шетелге барған қандастарымызға айтатынымыз, аман жүріп, жаңағыдай жаман бәлелерге ұрынбай, жақсы жерлерде жүріп, білімін алып, елдеріңе қайтып оралып, елге қызмет қылыңыздар. Енді сіздермен бірге болған Young Boys арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.